Жаратылыстың басталуы 37-ші тарау. Әкесі Ысқақ кезінде жат жұрттық болып өмір сүрген Қанахан елінде енді Жақыпта тұрып жатты. Жақыптың үрім бұтағының шежіресі мынау. 17 жасар Жүсіп әкесінің әйелдері Балқа мен Зилпадан туған ағаларымен бірге оның ұсақ малдарын бағысып жүрді. Бозбала бауырларының жаман іс-әрекеттері туралы жұрттың айтқандарын әкесіне жеткізетін. Исраил өзінің барлық басқа ұлдарынан гөрі Жүсіпті жақсы көрді. Себебі ол оның қартайған шағында дүниеге келген еді. Әкесі оған әдемілеп өрнектелген түрлі түсті ұзын шапан тіккізіп берді. Әкелерінің оны өздерінен артық көретінін сезген ағалары Жүсіпті жаратпай, енді онымен жылы сөйлесе алмады. Бір күні Жүсіп түс көріп, оны ағаларына айтып берді. Содан кейін олар Жүсіпке бұрынғыдан бетер теріс қарады. Ағаларына айтқаны былай еді. Менің көрген түсімді тыңдаңдаршы. Міне бәріміз далада егін жинап, бау байлап жүр екенбіз. Кенет менің бауым түк тұра қалды. Ал сендердің бауларың менікін қоршап, оған иеліп тағзым етті. Ағалар оған, сен немене, бізге патшалық құрғың келе ме? Бізге билік жүргізбексің бе? Деп оны көрген түсімен айтқан сөзіне бола тіптен ұнатпай кетті. Жүсіп екінші рет түс көріп, оны да ағаларына айтып, тыңдаңдаршы, мен тағы да түс көрдім. Міне ғажап, бұл жолы маған күн мен ай, аспандағы 11 жұлдыз еліп тағзым етті деді. Ол бұл түсін әкесі мен ағаларына айтқанда, әкесі оған, сенің көргенің қандай түс? Біз, атанаң, туған бауырларың алдыңа келіп, тағзым етпекпіз бе? Деп зекіп тастады. Ағалары Жүсіпке қызғанышпен қарады. Бірақ әкесі оның айтқан көңіліне түйіп алды. Бірде ағайындылар әкелерінің ұсақ малдарын жаюға Сихемнің төңірегіне кеткен болатын. Сонда Исраил Жүсіпке, ағаларыңның малды Сихемнің маңайында бағып жүргенін білесің ғой. Бар, мен сені соларға жіберейін деді. Жүсіп оған, жарайды, мен дайынмын, деп жауап берді. Әкесі, барып ағаларыңның хал жағдайын, малдың күйін көріп қайт, деп баласын Хеброн аңғарынан Сихемге жіберді. Жүсіп дала кезіп жүргенде, оны бір адам көріп, не іздеп жүрсің деп сұрады. Жүсіп, мен бауырларымды іздеп жүрмін. Олардың қай жерде мал бағып жүргенін білмейсіз бе деді. Сол кісі оған, олар бұл жерден кетіп қалды. Дотанға барайық дегенін құлағым шалды, деп жауап қайтарды. Бауырларының артынан жүріп отырып, Жүсіп оларға Дотанның маңында жолықты. Ол ағаларына жақындамай жатып ақ, Жүсіпті алыстан көрген бетте олар оны өлтірмекші болып. Бір-біріне, қараңдар, түс көргіш келе жатыр. Жүріңдер, оны өлтіріп, құдыққа лақтыра салайық. Жыртқышқа жем болыпты дерміз. Сонда оның түстерінің не болып шыққанын көреріміз десті. Рубен осыны естігенде Жүсіпті бауырларынан құтқармақшы болып, оны өлтірмейік, қан төкпеңдер. Оны айдаладағы құдыққа тастаңдар, бірақ қол жұмсамаңдар деді. Осылай Рубен оны бауырларынан құтқарып, әкесіне қайтармақшы болды. Жүсіп ағаларының қасына келгенде, олар оның киіп жүрген ұзын, әдемі шапанын шешіп алып, өзін құдыққа тастай салды. Құдық бос, су жоқ болатын. Мұнан кейін ағалары тамақтану үшін жерге жайғасты. Сол кезде төңіректеріне көз тастап, Ғилақат маңынан келе жатқан Смағұлдық саудагерлер керуенін көрді. Мысырға бет алып бара жатқан олар түйелеріне исмай жасайтын құнды шайыр, май дәрі және мүр деген хош иісті зат тиеп алған еді. Сонда Яхуда аға інілеріне, бауырымыздың қанын төгіп, оның өлгенін жасырғанынан бізге не түседі? Жүріңдер, оны ана саудагерлерге сатып жіберейік. Қандас бауырымыз ғой, оған қол жұмсамай қояйық, деп ұсыныс жасады. Аға інілері бұған келісті. Мадияндық саудагерлер қастарынан өте бергенде, ағалары Жүсіпті құдықтан шығарып алып, 20 мысқал күміске сатып жіберді. Олар Жүсіпті Мысырға алып кетті. Сол кезде олармен бірге болмаған Рубен құдыққа қайта оралғанда, Жүсіп ішінде болмай шықты. Қатты күйзелген Рубен
көйлегінің өңірін айыра жыртып, бауырларына қайтып келді де, бала жоқ, енді мен қайда барсам екен деп налыды. Ал ағайындылар Жүсіптің шапанын алып, бір текені сойды да, шапанды соның қанына бояды. Шапанды әкесіне жіберіп, біз мұны даладан тауып алдық, анықтап қараңыз. Бұл ұлыңыздың шапаны емес пе екен, деді. Әкесі шапанды танып тұрып, бұл ұлымның шапаны, ол жыртқышқа жем болыпты-ау. Иә, шынымен-ақ Жүсіпті жыртқыш аң жарып тастапты, деп еңіреп жіберді. Жақып көйлегінің өңірін айыра жыртып, азалы киім киіп алды. Содан ұзақ уақыт бойы ұлын жоқтап аза тұтты. Қасына ұл қыздар келіп, әкелерін жұбатпақшы болды. Бірақ ол, мен о дүниеге ұлымның қасына аттанғанша қайғырып өтемін деп жұбанбады. Әкесі ұлын осылайша зар жылап жоқтай берді. Осы екі арада мадияндық саудагерлер Жүсіпті Мысырға алып барып, Перғауынның сарайындағы Потифар есімді уәзіріне сатып жіберді. Ол патшаның бас қорғаушысы болатын.